Қазақ елінің жанкүйерлері үшін 2017 жылдың қаңтар, ақпан айлары айтулы ел тарихында алтын әріптермен жазылатын оқиға орын алды. Бұл шараның әсем қаламыз Алматыда 28-ші бүкіл әлемдік қысқы универсиада өтетіндігі бүкіл қауымға сүйінші жағдай болды. Осындай кереметтей шараның біздің қаламызда өтілуі біз үшін үлкен мәртебе десек болады. 11 күнді қамтыған үлкен спорт мерекесін еске түсіріп жақын таныстыратын біз Айсұлу Ақаш және Құрманалиева Сандуғаш. Қазақстандық спортшылар универсиада ойындарында 1993 жылдан бастап қатысуда. Осы уақыттан бері 700-ден астам отандық спортшылар бұл шараға қатысып келуде. Жалпы алғанда осы кезеңге дейін Қазақстан спортшылары 125 медальдарды жеңіп алды. Оның ішінде 35 алтын, 39 күміс, 51 қола бар. 28-ші бүкіл әлемдік қысқы универсиадада спорттың 12 түрі, 8-і міндеттісі. Олар мәнерлеп сырғанау, шорт-трек, сноуборд, биатлон, шаңғымен жарыстар, шайбалы хоккей, керлинг, тау шаңғысы спорты және 4 қосымша спорт түрі бар. Конькимен жүгіру спорты, шаңғымен трамплиннен секіру, шаңғыдағы қос сайыс және фристайл. Алдарыңызда универсиада қорытындысы. 57 мемлекеттер атсалысқан спортшылардың нәтижелері. Атап айтқанда бірінші орында Ресей, 29 алтын, 27 күміс, 15 қола, ортақ медаль саны 71. Екінші орында Қазақстан, 11 алтын, 8 күміс, 17 қола, ортақ медаль саны 36. Үшінші орында Корей мемлекеті, 11 алтын, 5 күміс, 5 қола, ортақ саны 21 медальді өз қанжығасына байлады. Шын жүрегімізден барша спортшыларды құттықтай отырып, жеңіс әрқашан серік болсын деп тілейміз. Міне осымен әсем қаламыз Алматы қаласында өткен 28-ші бүкіл әлемдік қысқы универсиадаға шолу жасап көз жүгірттік. Алау эстафетасы салтанатты түрде Ресей Федерациясының спортшыларына табысталды. Яғни 29-ші бүкіл әлемдік қысқы универсиада Ресей мемлекетінде өтеді. Нақтырақ айтқанда Красноярск қаласында тамашалайтын боламыз. Спорт денсаулық кепілі, сондықтан да деніміз сау, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көк туымыз ашық аспанда бейбітшілік нысаны ретінде желбірей берсін. Алға Қазақстан! Айсұлу Ақаш және Құрманалиева Сандуғаш, Алматы қаласы, 2017 жыл.